Сұлулық өте үлкен күшке ие. Ал егер мұндай қасиет ханшайымдар мен патшайымдарға берілсе, олардың билігі шарықтап қалағанына оп-оңай қол жеткізе алған. Ол әйелдер бір ғана көзқарасымен оп-оңай әлемнің кез келген патшасын өзіне қаратыпты. Клеопатра. Бұл есім бәрімізге белгілі. Египет патшайымы сұлулардың сұлуы, ерлердің қол жетпес арманы болыпты. Клеопатра өзінің сұлулығы мен жастығын мәңгілік сақтап қалу үшін күн сайын сүтті ванна қабылдап, ерітілген маржаннан маска жасапты. Онымен бір күнін өткізу үшін ерлер өз басын өлімге тігіпті. Себебі мемлекет заңы бойынша Клеопатрамен бір түнін өткізген жігіт таң атысымен өлім жазасына кесілуі шарт. Оған ғашық болған ерлердің санында шек жоқ екен. Оның сүйіктілерінің ішінде әлемге әйгілі император Юлий Цезарь де болыпты. Ян Гуйфэй. Бұл сұлу біздің заманымыздағы 8 ғасырда өмір сүрген Минхуэй императордың әйелі. Ян Гуйфэй тағдыры өте қызықты. Кедей отбасында дүниеге келген қарапайым бойжеткен императорға ұнап қалғаны соншалық, ол мемлекет істерінің бәрін ысырып қойып, бар уақытын өзінің сүйікті әйелімен өткізуге арнапты. Уақыт өте император мемлекет істерінің бәрін әйелінің туысқандарына үлестіріп беріпті деседі. Бірақ мұның соңы ел ішінде азаматтық соғыс пен мемлекеттің күйреуіне алып келіпті. Барбара Радзивилл. Ақсүйектер отбасында дүниеге келген ерекше сұлу жан. Ол 17 жасқа толғанда ата-анасы оны 13 және 18 ғасырда Шығыс Еуропа елдерін басқарған монархиялы отбасындағы Станислав Гоштальдқа тұрмысқа береді. Ол оған бір ұл сыйлайды. Арадан 5 жыл өткенде күйеуі қайтыс болып, ол екінші рет Польша королі Сигизмунд Август екіншіге тұрмысқа шығады және Польшаның патшайымы атанады. Барбара сол кездегі ең атақты және сұлу патшайым болып, оған арнап көптеген өлеңдер мен поэмалар және балладалар жазылыпты. Ол патшайым болып күйеуімен небәрі 1 жыл өмір сүріпті. Арадан 1 жыл өткенде аяқ астынан төсек тартып қалған Барбара белгісіз себептермен 30 жасында көз жұмды. Кейбір деректерге қарағанда оны улаған болуы мүмкін. Нефертити. Ол Египет фараоны Аменхотептің басты әйелі. Нефертити есімі өмірге сұлу келді деген мағынаны білдіреді. Аңыздарға қарағанда Египет осыға дейін мұндай сұлу патшайымды көрмепті. Нефертитиге арналып көптеген мүсіндер жасалынып, оның бейнесі барлық храмдарда бейнеленген. Арадан жүздеген жылдар өтсе де, оның сұлулығына тамсанған ақындар Нефертитидің сұлулығын талай рет жырларына арқау етіпті. Фараон да әйелін қатты сүйіп, мемлекет істерін Нефертитимен ақылдасып отырған деседі. Анна Болейн. Ол Англия королі Генрих VIII-нің әйелі. Тарихшылардың айтуы бойынша Анна патшайым орта бойлы, сымбатты дене пішінімен қатар әппақ жүзді, өте сұлу, тартымды жан болыпты. Сонымен қатар Анна өте ақылды, бекзада жан екен. Оның қоңыр көздері мен шиедей еріндері, әппақ жүзін көрген барша жан оның сұлулығына тәнті болады. Өкінішке орай, оған күйеуіне опасыздық жасады деген айып тағылып, небәрі 35 жасында күйеуінің бұйрығымен өлім жазасына кесілген. Тамара патшайым. Тамара Грузия тарихындағы ең сұлу және батыл патшайым. Оған арнап есепсіз әндер жазылыпты. Тамара өзінің мінсіз мүсіні және айдай жамалымен ерлер қауымын өзіне тәнті еткен. Оның тұсында ел гүлденіп, үлкен жетістіктерге жетіпті. Ол өте өткір ақыл иесі және әділетті патшайым болыпты. Бір қызығы, Тамара патшайым әскерді өзі басқарып, қолбасшылығымен де ел есінде мәңгі қалыпты. Тамараға сөз айтқан, оны некелі жары еткісі келген Византия хандары мен шығыс елдерінің сұлтандары да болыпты. Алда талай қызықты видео бар. Симонетта Веспуччи. Ол орта ғасырлардағы ең танымал әйел.
Симонетта Флоренцияның ең алғашқы ханшайымы. Итальян суретшісі Сандра Боттичелли Симонеттаның сұлулығын талай рет қағаз бетіне түсіріп, өзінің шедеврлерін шығарған. Симонетта Флоренция республикасының басшысы Джулиано Медичидің жары бола тұра, оған оның сұлулығына қызыққан айналасында көптеген үміткерлер болған. Оның сұлулығына қызыққан жандардың айтуынша, ондай сұлу жер бетінде әлі кездеспеген және Симонеттаның айдай жүзіне мәңгілік қарап отыруға болады депті. Оның сыртқы пішіні ғана емес, жан дүниесі де сондай сұлу, мейірімді жан болыпты. Диана де Пуатье. Диана француз королі Генрих VIII-нің сүйіктісі. Диана өзінің сұлулығын тиімді пайдаланыпты. Король өзінің сүйіктісі Диананы мемлекет ішінде орын алған бүлікке қатысқандығына қарамай, оның жазасын кешіпті. Негізі ол заманда мұндай айып үшін өлім жазасына кесілген. Мұнысымен қоймай, Диана корольдіктегі билікті өз қолына толығымен алып, күйеуін ғана емес, өзге ел басшыларын да өзімен санасуға бағындырған әйел. Маргарита Наварская. Ол Франция королі Генрих VIII мен Екатерина Медичидің 7-ші қызы. Маргаританың сұлулығы мен оған ғашық болған жандар туралы көптеген аңыздар бар. Политикалық есеппен Маргаританы ата-анасы Генрих де Бурбонға тұрмысқа береді. Алайда көп ұзамай олардың некесі ыдырап, ажырасып кетеді. Бірақ ол көптеген жылдар бойы өз сұлулығымен сол замандағы ең танымал беделді ерлердің басын айналдырыпты деседі. Анна Ярославна. Киев князі Ярослав Мудрый өз билігінің даңқын арттырғысы келіп, ол үшін князь еуропалық билеушілермен туыстық қарым-қатынас тактикасын таңдайды. Сол кезде қызы Аннаны француз королі Генрих I-ге тұрмысқа береді. Тарих көздеріне сенсек, Генрих өзінің қалыңдығы Аннаны алғаш көргенде-ақ бірден оған ғашық болып қалған, ал француздар жас патшайымның сұлулығына таң қалыпты. Анна тарихтағы ең сұлу патшайымдар қатарында көш бастап тұр. Олар король екеуі ұзақ бақытты өмір сүріп, Анна дүниеге 3 баланы әкеледі. Иран ханшайымы Захра ханым Эс-Салтене. Иран шахы Насреддиннің қызы. Ол парсы, араб және француз тілдерін еркін меңгерген өте білімді жан болыпты деседі. Захра тарих, музыканы да жақсы біліпті, суретті шебер салып, скрипкада да ойнай алады екен. Захра 8 жасқа толғанда оны ата-анасы Ақсүйектер отбасынан шыққан Әлишер Хусейн атты жігітке атастырады. Бірақ олардың тойы Захра 20-ға толғанда болады. Захра ханым ата-анасы таңдап берген болашақ күйеуін мүлде ұнатпай, өз күнделігінде былай жазыпты. Адамның ең үлкен бақытсыздығы оған болашақ жарын ата-анасы таңдап беруінде. Бұл дәстүр ешқандай түсіндіруге келмейтін бір түрлі заң. Захра сол заманда сұлулық пен нәзіктіктің эталоны болыпты. Сол заманда Иран ханшайымы Захраға ғашық болған жандар өте көп болыпты. Соның ішінде 13 жігіт Захрадан жоқ деген жауапты алып, өмірлерінен бас кешіпті. Оның бірінші некесінде 4 баласы болған, бірақ күйеуімен ажырасып, екінші рет тұрмысқа шығады. Сол кезден бастап ол елдегі әйелдердің тапталған құқығын қорғаумен айналысып, еуропалық стильде киіне бастапты және ирандықтарды таң қалдырыпты деседі. Хазеки Хюрем сұлтан Осман империясын 42 жыл бойы басқарған, жарты әлемді жаулап алған Сүлеймен сұлтан Хюремді көргенде бірден оның сұлулығы мен ақылдылығына таң қалыпты. Ол Хюремді қатты сүйгендігі соншалық, уақыт өте гаремдегі жүздеген сұлу қыздардан бас тартып, Хюремді өзінің некелі жары етіп алыпты. Ал мұндай жағдай тарихта бірінші рет орын алыпты, яғни сұлтандар күндерге осы уақытқа дейін ешқашан үйленбеген. Соның арқасында Хюрем гаремде ғана емес, бүкіл әлемде өте үлкен билікке ие болады. Оның негізгі есімі Анастасия Лисовская. Хюрем деген есімді оған Сүлеймен сұлтанның өзі қояды. Хюрем деген қуаныш сыйлаушы деген мағынаны білдіреді.
Хюррем Сұлтан мұсылман дінін қабылдап, Құранды толық меңгерген өте білімді әйел болыпты. Құрметті көрермен, еңбегімізді бағалап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Көріскенше күн жақсы. Сіздермен болған Әлем Смарт YouTube арнасы.